Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге Мадина, менімен бірге 5 минутта дайын болатын американдық печеньеларды жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Керекті заттардың барлығын описанияда қалдырдым. Видео ұнап жатса маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз да қантымызды қосып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Одан кейін үстінен ерітілген сары майымызды қосып, оны да жақсылап венчикпен араластырамыз. Алдын ала ситадан өткізілген ұнымызға қамыр қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып, жаңағы жұмыртқалы массамызға 3-4 бөлікке бөле отырып қосып, жақсылап араластырып, шоколадымызды ұсақ етіп турап аламыз да 70 грамын ғана қамырымызға қосып, жақсылап араластырып, алдын ала пергамент қағазы төселген противенімізге печеньеларымызды дөңгелектеп орналастырып аламыз да қалған шоколадымызды беттеріне осылайынан әдемілеп орналастырып алып, алдын ала пешімізді 180 градуста қыздырып, 10 минуттай ғана пісіріп аламыз. 10 минуттан артық пісірмеңіздер, печеньеларыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.